Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында өте дәмді әрі оңай дайындалатын, санаулы ингредиенттерден дайындалатын чипсы дайындайтын боламыз. Ең алдымен тазаланған картопты алып, осындай пияз өткізетін насадканың көмегімен картоптарымызды өте жұқа етіп өткізіп аламыз. Картоптарды қолмен турауға болмайды. Осындай жіп-жіңішке болып шығады. Сосын үстіне 4 рет су құя отырып жуып аламыз. Крахмалын шығарып, жақсылап жууымыз керек. Жуылған картоптарымызды сүлгінің үстіне қойып шығамыз да, жақсылап барлығын кептіреміз. Кептірілген картоптарымызды бір ыдысқа салып, үстіне сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қысқа толқынды пештің тарелкесіндей етіп, пергаментті кесіп, тарелкенің үстіне қоямыз да, сосын үстіне картоптарымызды қойып шығамыз. Содан соң дәміне қарай тоз, бұрыш сеуіп шығамыз. Әртүрлі дәмдеуіштер сепсеңіздер, одан әрі дәмді болып шығады. Сосын бұл чипсылерімізді қысқа толқынды пештің ең үлкен градусында 7-8 минуттай немесе 5 минуттай ұстаймыз. Мінекей біздің өте дәмді, ешқандай зиянсыз үй жағдайында дайындалатын чипсымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бір дайындасаңыздар, күнде дайындайтын боласыздар. Міне дауысын қараңыздар, өте қытырлақ, күшті болып шығады. Баршаңызға сәттілік, сіздермен болған Раушан.